Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Үй жұмысын қалай қою керек? Сіздер журналды ашасыздар, өз сыныбыңызды таңдайсыз міне. Өз сыныбыңызды таңдағаннан кейін журналды өз қай пәнді алдыңыз, мінекей математика алдыңыз ба? Математиканы таңдағаннан кейін сол күнді басасыз. Міне мына күнге үй жұмысын қойғыңыз келіп тұрса, осы күнді басасыз. Одан кейін мына парақша шығады. Осындай парақша шығады, сабақ парақшасы. Осыған сіз файл қосасыз. Одан кейін үй жұмысын қосу. Файлға сіз қымыжыны саласыз. Ал үй жұмысы мынаған басасыз, міне үй жұмысын дегенді басасыздар да, сол кезде мынандай парақша шығады. Осы парақшада тексеруді қажет етеді дегенді қоюларыңыз керек. Әйтпесе ата-аналар мен оқушыларға көрінбейді. Нәтижелері бар файл қажет дегенді жазасыздар, сосын ссылкаларыңызды қоясыздар. Например, міне классрумдағы ссылкамызды қойдық, үй жұмысын беруді басасыз. Үй жұмысын беруді сіз басасыз. Әзірше бермеуді мен баса тұрайын, но осы жерде үй жұмысын басқаннан кейін ата-аналар қалай көреді, балалар қалай көреді, өзіңізді көруіңізге болады. Үй тапсырмалары дегенді басасыз да, осы жылды таңдайсыз. Пәніңіз, например, математика. Өз пәніңізді аласыз, бүгінгі күнді аласыз. Мына жерден бүгінгі күнді аласыз. Сәуірдің 6-сын таңдадық. Одан кейін тағы да бүгінгі күнді аласыз. Сәуірдің 6-сын таңдадық. Сынып, қандай сынып? 3-ші Б, например, Кожакова, мұғалімі кім? Кожакова. Осы табу дегенді басасыз. Сол кезде сізде барлығы шығады мына жерге. Үй жұмысы берілгені, берілмегені жайлы ақпарат шығады. Сонда сіз көріп тұрасыз, қай пәннен үй жұмысы берілді, қай пәннен берілген жоқ. Аяқталғандары мына жерде жасыл болып тұрады. Берілгендер, берілмегендер деп тұрады. Аяқталғандарда мына жерде жасыл көрініп тұрады. Тыңдағандарыңызға рахмет.